Жергілікті әскери басқару органдарында сыбайлас жемқорлыққа байланысты заң бұзушылықтардың алдын алу. Дәл осы тақырыпта Степногорск қалалық қорғаныс істер бойынша бөлімде арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Өзекті мәселелер қатарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған кездесуге қала әкімінің орынбасары Досхан Амринов арнайы қатысты. Айтулы проблема ел төңірегінде ғана емес, сондай-ақ әлемдік деңгейдегі күрделі сауал екенін мәлімдеді. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бүгінгі күннің талабы және оған барлық жерлер атсалысу қажеттігін ескеріп өтті. Жиын жалғасында белгілі болғандай Степногорск өңірі бойынша сыбайлас жемқорлыққа байланысты қорғаныс бөлімінде заң бұзушылықтар тіркелмеген. Соған қарамастан осындай кездесулердің маңызы орасан. Жалпы алғанда біздің Степногорск қаласында проблемалар бар деп айта алмаймын. Соған қарамастан біз сол проблемаларды болдырмау, сыбайлас жемқорлыққа байланысты солардың алдын алу мақсатында жалпы елбасымыздың қойған талабы, елбасымыздың тапсырмасы негізінде біз осы іс-шараны жүргізуге міндеттіміз деп санаймын. Кездесу барысында полиция басқармасы, арнайы мекеме және ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері мен прокуратура қызметкерлері де өз ойларын ортаға салды. Степногорск өңірінде тіркелген сыбайлас жемқорлық фактілері өзге аймақтарға қарағанда аз екендігі айтылды. Смотреть с другими районами, то по городу Степногорск у нас коррупционных статей мало. Өзге аудандармен халық саны бірдей қалалармен салыстырғанда Степногорск қаласында сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер аз тіркелген. Десек те, статистика мәліметтеріне сай, Ақмола облысында өзге облыстарға қарағанда сыбайлас жемқорлыққа байланысты сот істерінің саны жоғары деді аға прокурор. Сонымен бірге қатысушылар тарапынан бірқатар сауалдар жолданып, сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатындағы пікірлер ортаға салынды. Айта кеткен жөн, арнайы дөңгелек үстел барысына жауапты жүйе өкілдері, жеке құрам мен медициналық комиссия дәрігерлері қатысты. Бірінші бұл жеке құрамға бізде өзіңіз білесіз, мына шақыру компаниясы аясында біз қалалық поликлиникадан дәрігерлер қатысады. Сондықтан да әскерге шақырушылар әскери қатарына шақыру қарсаңында медициналық комиссия өту кезінде бір қатар сұрақтар туады, келеңсіз сұрақтар туады, солардың алдын алу, сол кездегі сұрақтарды алдын ала шешу, сыбайлас жемқорлыққа байланысты оларды болдырмау мақсатында. Сол үшін біз осы дөңгелек стол отырысы ұйымдастырып, соны өткізу шарасын қабылдап отырмыз.